Әйелі бақытты өмірін көтере алмай, күйеуінің көзіне шөп салып, отбасын ойран етеді. Сәлем достар, сіздермен Кино Тайм каналы. Бүгін біз «Неверная» деген фильмге қысқаша шолу жасайтын боламыз. Фильм басталған сәтінде бізге 11 жылдан бері бірге тұрып келе жатқан Самнер отбасын көрсетеді. Олар Нью-Йорк қаласында тұрады. Басты рөлдерде Эдвард Самнер және оның әйелі Конни Самнер, және олардың 8 жасар баласы Чарли. Олардың өмірлері тып-тыныш. Әйел тек үйінде баласын мектебіне апарып алып келеді. Тамағын істеп, күйеуін жұмысына шығарып салады. Ал күйеуі болса, отбасым жақсы тұрсын, ештеңеден қысылмасын деп тоқтамай жұмыс істеп, оларды асырап жүрген жігіт. Бір күні Конни қалаға барса, ауа райы бірден өзгеріп, қатты жел болып кетіп, үйіне қайтуға такси таппай қалады. Бір кезде Пол деген жігіт үйіне қайтып бара жатып, Конни екеуі соғысып, заттарын түсіріп алады. Орындарынан тұрып, заттарын жинап болғаннан кейін, Конни маған такси табуға көмектесші дейді. Бірақ ешқандай такси тоқтамайды. Сосын Коннидің аяғы жараланғанын көріп, Пол оған менің үйіме жүр, көмектесейін дейді. Ойында арам ой жоқ әйел үйіне барады. Полдың жасы 27-де екен, және ол досының үйінде тұрады. Сосын екеуі сөйлесіп болғаннан кейін, Пол әйелге бір кітапты сыйлыққа береді. Конни үйіне қайтып кешке күйеуіне болған жайды айтып береді. Күйеуі оны жақсы жігіт екен деп, бір виноны сыйлыққа бере сал дейді. Сосын келесі күні Конни кешегі сыйлыққа берген кітаптың ішінде Полдың номерін тауып алып, оған сыйлық жіберу үшін үйінің адресін сұрайды. Бірақ жігіт оның сөзін бөліп жіберіп, менің үйіме кел дейді. Конни оның үйіне сыйлығын апарып берсе, Пол оған жайлап қырындай бастайды. Оны түсініп қойған әйел үйіне кетіп қалады. Кешке жақын күйеуі екеуі сөйлесіп тұрса, Коннидің көңіл күйі бұрынғыдай емес. Сосын келесі күні Конни нақты шешімге келіп, тағы да Полдың үйіне барады. Екеуі билейді. Сосын бір кезде Конни менікі дұрыс емес, одан да қайтайын деп шығып бара жатса, пальтомды ұмытып кеттім деп қайтып келеді. Сол кезде Пол оны ұстап алып, екеуі жабысып бір төсектің үстінде болады. Сосын әйел үйіне қайтып бара жатып, бір жағынан ләззат алып, бір жағынан күйеуінің көзіне шөп салғаны үшін қатты ұялады. Екеуі күннен күнге бір-біріне жақындай береді. Бір кезде Конни оған күйеуі сыйлаған ең жақын сыйлықты бере салады. Ойлап отырсаң, Конниде қанағаттандыратын жігіті бар, әрі оны асырап бақыт сыйлайтын күйеуі бар. Қызық. Бір күні Пол Конниді кафеге апарады. Екеуі сөйлесіп отырып, сүйісіп қалған кезде оларды Эдвардтың жұмыстағы әріптесі көріп қояды. Арада бірнеше уақыт өткеннен кейін Эдвард сәл күдіктене бастайды. Біріншіден, Эдвард әйеліне жақындайын десе, әйелі бірден қаша бастайды. Екіншіден, әйелі әп-әдемі жап-жаңа іш киімдер алып, жаңа аяқ киімдерді киіп қалаға жиі шыға бастайды. Және бір күні Эдвард бүгін түскі асты бірге ішейік десе, әйелі бүгін салонға жазылып қойып едім дейді. Сосын күйеуі салонға хабарласып сұрайын десе, ол тізімде әйелі жоқ екен. Сөйтіп түскі уақытта әйелі Полға бара жатса, оны подругалары көріп қойып, бізбенен жүр, біраз көңіл көтерейік дейді. Сосын амалы жоқтан Конни оларға қосылып, Полға хабарласып айтады. Сол жерге Пол да келеді. Екеуі бір-біріне қарап, дәретханаға барып, сол жерде бір-бірін тағы да қанағаттандырады. Сосын қайтып келіп бір подругасы, не деген керемет жігіт, маған осындай керек еді дейді. Ал қасындағысы болса, ондайға сенбе, өзімнің басынан өткен, болмайтын нәрсе үшін өмірімді ойран еткенмін дейді. Сосын жұмыс істеп жүрген Эдвард бағанағы әріптес екеуі сәл сөзге келіп қалған кезде, әріптес оған, бұдан да өзіңнің әйеліңе қарап жүрмейсің бе дейді. Эдвардтың жаны тыныш таппаған соң, детективке барып ақшасын төлеп, менің әйелімді аңды дейді. Сосын кешке жақын тамақ ішіп отырса, Эдвард, мен ертең жұмыс бойынша қаладан кетемін, бір күн үйде болмаймын дейді. Әйелі сол сәтті пайдаланып, толық бір күнді жігітімен бірге өткізіп, бағанағы Фрэнк деген детективтің камерасына түсіп қалады. Сөйтіп бір кезде баласын мектеппен алып кету керектігі есіне түсіп, оған асығып бара жатады. Бірнеше уақыттан кейін детектив келіп, Эдвардқа дәлелдердің барлығын әкеліп берген кезде, оның қатты көңілі қалып қояды. Сосын тұрмыстағы әйел, менің бұл ісім дұрыс емес деп, Полға айту үшін оған бара жатқан кезде, жаңбырдан қашып бара жатқан Пол мен бір қызды көріп қалады. Олардың арттарынан аңдып, Полды алдап жүргенін түсініп, оның үйіне барып ұрсайын десе, Пол оны алдап-сұлдап сүйіп, тағы да бір рет қолданып алады. Сосын Конни кетіп қалады. Сол кезде Эдвард Полдың үйіне келіп, есігін қағып, Пол деген сен ба деп сұрайды. Пол оны үйіне кіргізіп, оған болған жайттың барлығын айтып береді. Әйелі ондай тыныш өмірден шаршап кеткендігін, және күйеуі оны қанағаттандырмайтындығын айтады. Сосын Эдвард өзінің сыйлығын көріп қалып, біраз ұстап тұрады.
бір кезде Эдвардтың жаны шығып, жаңағы шармен бір-ақ ұрып жігітті өлтіріп қояды. Жігіттің мәйітін кілемге орап, машинасына салып, оны құртуға барады. Эдвард өзін қоярға жер таппайды. Бірнеше күннен кейін олардың үйіне полиция келіп, Коннидан Пол жоғалып кетті. Сен оны танитын бе едің деп сұрайды. Конни оларға, мен одан тек 1-2 рет ғана кітап сатып алғанмын дейді. Сөйтіп Конни Полдың берген барлық сыйлықтарын мусорға лақтырып, олардан құтылады. Сөйтіп бір аптадан кейін қайтадан полиция келіп, Полдың мәйіті табылды. Сендер ол туралы не білесіңдер дейді. Конни оның өлгенін естіп, шок болып, тағы да полицияны алдап жібереді. Сосын Эдвард оларға, болды, бір жерлеріңді қысыңдар, біз айтатынның барлығын айттық, енді бізді жайымызға қалдырыңдар дейді. Бірнеше күннен кейін Конни Эдвардтың заттарының ішінен детектив түсіріп алған суреттерді көреді. Сөйтіп үйіне келсе, Полға берілген сыйлықты көреді. Сөйтіп кешке жақын күйеуінен барлығын сұрайды. Эдвард оған бар шындықты айтып, мен полицияға өз еркіммен берілем дейді. Сосын Конни, жоқ, біз басқа жолын табамыз деп барлығы машиналарына мініп алып, кетіп бара жатқан кезде бағдаршамға түсіп қалады. Сосын екеуі сөйлесіп, сүйісіп отырған кезде бізге Эдвардтың машинаны әдейі полицияның жанына тоқтатқанын көрсетеді. Осымен фильм бітті. Достар, біздің каналымыздағы басқа да видеоларды көріп кетіңіздер. Және лайк басып, подписка істеп, комментарийда өз ойларыңызбен бөлісіп кетуді ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеода кездескенше.